осы кісі ғой, сіз де қалмаңыз, қабаттас көшеге жүріңіз. Так, Әбеке, сізге қай жақ? Оң жақ, сол жақ, қай жағың? Оң жақ болады, екі құрақ байлаңыздар. Соғысы қалмады. Так, енді қырағайдан сұрайық. Сіз қай жақты жақсы көріп көрсіз қазір? Оң жаққа, мына жаққа бір қарап жеріңізді, бұлай қарай шыға беріңіз. Оң жақ таңдаңыз, жүріңіз. Так, Нұржаман апа, сіз қай жақ? Сол жақта, мына жақта жүріңіз. Құдаңыздың қасына тұрыңыз. Так, сіз келіңіз бері қарай. Сіз қазір ортада жүресіз. Мына шуласа, мына жаққа жүгіресіз. Мына шуласа, мына жаққа жүгіресіз. Осы екі ортада жүгіріп жүресіз, екі жақтың көңілін тауып, иә? Так, бүгінгі Бақтияр Құданың командасы барыңызда бір қол көтеріп шулап қояйық. Аманбек ағамыздың командасы. Мына жақтың дауысы күшті, Баянның дауысы сол ащы шығады. Қазақты қара домбыра салып соғыста көмірлеп тұр, Так, олай болса бірінші бастайтын қыз бергеннің назы бар деп, Бақтияр Құданың командасынан бастаймыз. Әдемі ән ойлап, бірақ барлық көздерін ортаға шығып, Hoppa!
жеңу керек, не де болса бірдеңе қылайық, иә? Так, бірақ қойып бәрін сіздер үшін. Жеңсеңдер, жеңгендер, жеңбесеңдер маған өкпелеңдер. Осы екі кісі үшін көңілге қалай құлай? Нормально. Мына кісі жылап жүрген жоқ па? Қызы келгенде жыламасын. Қыз кетпей қалса қыз сондай болып отырсың. Олай болса не дейік, мына екі құдағиға, яғни папа мамаларына бір тағы айналып тұр. Барлығымыз бір күшті болып көңіл көтерейікші, кеттік. Екі құда мен құдағиға шапалақтатайыншы қолдарын бір. Қолайшы, кейін алған адам болса, жұмыс атқан адам болса, не? Кеттік әнекей. Барыңыз ба? Ал, әнекей олай болса, қазір бір әні болса. Дейдей отыра.
Sütün geldiğinizde. Hadi siz de kalın. Ben malatsıyım. Ben buna Nurşamal Kodağı'yılarınız özlerinizde. Жаңа bir garajlık aldı da atıp tarıp bir çarptık. Hareketi bırak. O kişinin var көңілі, бар қуанышы осының ішінде ағайындар. Менің ұшағым қуанышқа толып жатыр ағайын деп билеп жүрген құдағиларымызға қол соқпай қойыңыздаршы. Ал кетті олай болса, ше? Тура төрден столда бір екі адамды айтшы, көңілін оларды меніңше на конца тұрды деген екі адамды. Аман Майрамбай. Аман Майрамбай бір адамның аты ма екі адамдар? Так, екі адамға екі сыйды қалып жүрейік. Құда, өзіңізді бір үйден жүріп жеткетіп қалып жүрейік. Аман ағамызбен Майрамбай ағамызға екі сыйын жаппа. Столда екі адам күшті құтырып биледі ғой ақанса. Ішпей чекпейді, сонда қуып билеген екі адам екі сый осындайды. Кімді айтамыз? Кім? Чекетті күйетін қарайықшы. Қайсы көреміз? Бүгін айтайық. Достар, айтқан құдағидің достары және ана жерде құдағи ма бұда, құдағиға так етті. Мына столда кімге береміз? Мына столға топ жағыңыз. Екі келін, осы екі келін бәрін шайнап жүргеннен екі келінге екі сыйын досына келіңіздер берді. Кел, қалауға. Сіздер ақылдасасыздар ма? Келіңіздер. Төрдегі столдан екі адам бар, сыйлық ұсынайын. Астына көшіктен дискотека. Дискотека, авария, мына жасыл бишметтегі апамыз ашкене отырған. Бригадардың мүшесі. Сосын? Әжелердің қасында отыр. Бәлі адамның қызын ортаға шақырайық. 84 емес, 18 деген. Осы екі кісіге мен сыйлық ұсынамын енді. Қайсысын берейік? Ең жақсы сыйлықты берейікші. Шай ішсін бе? Апа мұны қойдан тобықтай. Тәркіңізге келіп сыйлықтың астында қалдыңызға. Мына апамызға да шай ішсін, иә? Күн салқын дегенмен де үйге барып бесін шай ішеміз, иә? Тойдан тобықтай апаларымызға құрмет қошемет бар ма ағайындар? Төрдегі арғыс болған екі Астына көшіп тұраршы кіші. Құданың мамасы сосын? Төрде құдағайымыз бар, Нұржамал. Нұржамал деген құдағайымыз бар, құданың мамасы. Альбинаның әжесі ғой, иә? Сізге тойдан тоқтай, но қазір ұзақ жолда жамбасыңызға басып отырарсыз. Мына жерде Нобектің нағашы мамасы. Так, тойдан тоқ қайтып жағылды. Мына стол картоп жарып атқан осы стол сағыз. Так, қайсысын екеуін берейік екі адам. Так, құдағай қараңызды келіңіздер қарай. Қайсысы көзі күлімдеп тұр? Қайсысы ішке? Күйеу баласы, Жәнібекті,
Toylarda o'qdi. Ömrünüz ak olsun. Canım kalsam koyayım.